Отандық жұлдыздарымызды өткен демалыс күндері бәз біреулер ренжітіп қойған секілді. Себебі олар бірінен соң бірі жарыса өкпелерін жазып пост жариялады. Алғаш болып сенбі күні Асыл тобының экс-әншісі бүгінде жасаны Ғалия Мұратова оқырмандарына көңілі толмайтындығын жазған. Онда түрім ужас немесе бытшыт дегендерің мені оқымай-ақ қойыңдар деген. Осылайша Ғалияның көңілі бұзылды. Ал ринголог Данияр Өтеген сахнадағы әріптестеріне ренжулі. Оны әншінің мына постынан байқадық. Ұзақ жазылған жазбада көре алмаушылық қасиет жөнінде баяндалады. Сөз соңында болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді деп аяқтаған. Ең хит реніш ол Төреғали Төрәлінің төңірегінде болды. Оны мына видеодан көре аласыздар. Басынан. Қолың түсіре ғой. Қолың арқанда қолың түсірсе. Неге? Болмайды олай олай істеуға. Неге болмайды? Болмайды, енді сен ол өзің үшін ғой. Үшін бермесең бермей-ақ. Мамамыз неге боқтайсыз? Бермей-ақ қой. Бермеймін, не істейсің? Бұдан соң ұлы дала баласы журналист қызға арналған өлең де жазды. Бұл оқиғада кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны қырағы көзді халықтың өзі шеше жатар. Біздің айдарымыз жүрек ауыртпай.